Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін жаңа бөлім жануарларды бастаймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы алуан түрлі жануарлар. Бүгінгі сабақта сіздер жануарлардың қандай топтарға бөлінетінін білесіңдер. Жануарлардың кейбір топтарын ажыратып үйренесіңдер. Бүгінгі сабақтың тірек сөзі балықтар, бауыр мен жорғалаушылар, қосмекенділер. Суретке назар аударайық. Суретте нелер берілген? Бұларды жануарлар деп түріне қалай топтастыруға болады? Бірінші суретте бізде ара, аю, жылан, торғай, шегіртке және акула. Осы 6 суретті қалай топтастыруға болады? Барлығын бір сөзбен жануарлар деуге бола ма? Жануарлар жалпы мынандай топтарға бөлінеді. Балықтар, құстар, жәндіктер, жорғалаушылар, қосмекенділер, сүтқоректілер. Бірінші суретте бұл жерде құстар, балықтар, жәндіктер, бауырымен жорғалаушылар, қосмекенділер және сүтқоректілер. Әрбіреудің қазір сипаттамасын алдағы материалдардан көресіздер. Төмендегі суретте 2 жануар берілген. Оларға сипаттама бер. Сен қалай ойлайсың? Олар жануарлардың қай тобына жатады? Неліктен? 2 суретте тасбақа мен жылан берілген. Тасбақа, бақа, жылан бауырын жерге тигізіп қозғалады. Мұндай қозғалысты бауырымен жорғалау дейді. Бұл жануарлардың бауырымен жорғалаушылар атаулары осыдан шыққан. Яғни тасбақа, бақа, жылан олар бауырымен жорғалап жүргендіктен оларды бауырымен жорғалаушылар тобына жатқызады. Бауырымен жорғалаушылар туралы толық мәлімет алу үшін келесі бейнебаянға назар аударыңыздар. Рептилиялар деген не? Рептилиялар деген бауырымен жорғалайтын жануарлар. Аға, неге кесірткелер бізді көре салысымен қашып кетіп жатыр? Кесірткелер өте сақ келеді. Тықыр еткен дыбысты естісе болды, індеріне зып береді. Ұсталып қалған жағдайдың өзінде олар құйрығын тастап қашып кетеді. Мәссаған, сонда өліп қалмай қалай құйрықсыз өмір сүреді? Себебі құйрығы біраз уақыттан кейін қайта өсіп шығады. Қызық екен. Тастың үстіне шығып, алыстан кім келе жатқанын бақылап отырған ғой, Жоқ, ол бақылап отырған жоқ. Ол тастың үстіне шығып, қыздырынып отыр. Мынадай ыстықта да қыздырына ма? Иә, себебі кесірткелер бауырымен жорғалаушылар тобына жатады. Ал бауырымен жорғалаушылар салқын қанды жануарлар. Сондықтан жылы жерлерде ғана мекендейді. Сонда олар қыста қайтеді? Қыста тәтті ұйқыға кетеді. Мына жыланда тасқа шығып жатып алыпты, ол да қыздырынып жатса керек. Кесірткелер, жыландар, тасбақалар, қолтырауындар бауырымен жорғалаушыларға жатады. Кесіртке, тасбақа, қолтырауындардың аяғы бар ғой, ал жыландардың басы мен құйрығы ғана бар. Сонда аяқсыз олар қалай қозғалады? Жыландардың омыртқасы, қабырғалары, асқазаны, жүрегі, тағы басқа мүшелері болады. Ал бауырындағы ұсақ қабыршақтары арқылы ол жер бетімен жорғалап алға жылжиды. Онда терілері тез тозатын шығар? Иә, жыландар жылына 3 реттен 7 ретке дейін түлейді. Ал ескі терісі сыпырылып түсіп қалады. Қараңызшы, мына жылан 2 тілін қатар шығарып тұр. Жыландар иісті мұрнымен емес, тілімен сезеді. Және олардың тілі 2 емес, 1. Тек тілінің ұшы айыр болып келеді. Жыланның тілі улы болады ғой. Жоқ, жылан шаққанда
өз олжасын алдымен тістейді, ал тістеріне у бездерінен келеді. Мына жылан қандай ұзын, қорқынышты. Бұл питон, оның ұзындығы кейде 10 метрге дейін жетеді. Ұзын, әрі мықты денесімен өз құрбанын буындырып өлтіреді, содан кейін шайнамай жұта салады. Қандай қорқынышты. Мына тасбақа кішкентай, сүйкімді екен. Ал мына тасбақаның үлкендігін қара. Галапагос тасбақасы, салмағы 500 килограмм. Үлкен екен. Ең ұзақ жасайтын бауырымен жорғалаушылар тасбақалар. Сонда олар қанша жыл өмір сүреді? 100 жылдан астам деп жазылыпты. Ал анаға, тасбақалар арқасындағы тастарымен тула ма? Әлде денесі жүре келе мүйізденіп тас болып кете ме? Тасбақалар жұмыртқалайды. Жаңа ұрпақ жұмыртқадан шыққан кезінде арқасында тасы болады. Жыландар ше, жұмыртқадан шыға ма? Бауырымен жорғалаушылардың көпшілігі жұмыртқа салады. Мына жер бос қой. Әне, су бетінде көзі мен тұмсығы шығып тұр. Шықты, қолтырауын шықты. Қандай ұзын? Қолтырауындардың ұзындығы 6 метрге дейін жетеді, ал салмағы 450 килограммдай болады. Терісі қандай өзі? Бұжыр ғой? Барлық бауырымен жорғалаушылардікі секілді қолтырауынның терісі қабыршақты болады. Қолтырауындар су ішуге келген жануарларға шабуылдайды ғой. Әрине, жыртқыш болған соң шабуылдайды. Бірақ ол балаларына өте қамқор. Жұмыртқаларын жауларынан қорып, жұмыртқадан жарып шыққан балаларын аузына салып, суға апарады. Оларды көзінен таса қылмай қарайды. Мұнда құбылғы деп жазыпты, бірақ ішінде ештеңе жоқ секілді. Мұқият қарасаң көрінеді. Әне, анағашқа жармасып тұрған кесірткені көрдің бе? Көрдім. Қандай қызық. Құбылғы кесіртке деп бекер атамаған ғой. Құбылғы өзі тұрған жердің түсімен бірдей болып өзгеріп тұрады. Ол бір мезгілде жан жағының барлығын бақылай алады. Құбылғылар не жейді? Құбылғы тілімен шыбын жерге аулайды. Ал тілінің ұзындығы денесінің ұзындығымен бірдей болады екен. Мұнда бір кесіртке отыр. Жамылғы кесіртке деп жазыпты. Қараңыз, қызық. Кесіртке бізден қорыққандықтан үлкенірек көріну үшін ісініп, көмпейіп алды. Табиғатта біз білмейтін неше түрлі жануарлар бар екен. Қайталайық. Бауырымен жорғалаушылар. Кесірткелер, жыландар, тасбақалар, қолтырауындар бауырмен жорғалаушыларға жатады. Бауырмен жорғалайтын жануарларды рептилиялар деп атайды. Бауырмен жорғалаушылар салқын қанды жануарлар. Сондықтан жылы жерлерде ғана мекендейді. Қыста тәтті ұйқыға кетеді. Барлық бауырмен жорғалаушылардың терісі қабыршақты болады. Жыландар жылына 3 реттен 7 ретке дейін түлейді. Жыланның тілінің ұшы айыр болып келеді және иісті тілімен сезеді. Бауырмен жорғалаушылардың көпшілігі жұмыртқа салады. Ең ұзақ жасайтын бауырмен жорғалаушылар тасбақалар. Келесі төмендегі суретте жануарлар қайда мекендейді? Оларға сипаттама бер. Сен қалай ойлайсың? Олар жануарлардың қай тобына жатады? Неге? Бақа, саламандра, құйрықты бақа қосмекенділерге жатады. Сыртынан қарағанда бауырмен жорғалаушыларға ұқсас, бірақ бауырмен жорғалаушылардың терілері құрғақ, қабыршақты болып келеді. Ал қосмекенділердің терісі үнемі ылғалды болып тұрады. Ылғалды болып тұрғандықтан олар суда да және құрлықта да жүре береді. Қосмекенділер туралы толық мәлімет алу үшін бейнебаянды қараймыз. Аға, қараңызшы, бақа. Міне, тағы біреуі. Тағы да. Олар қайдан шығып жатыр? Жаңбырмен келген шығар.
олар батпақты жерлерде су қоймаларында мекендеуші ме еді? Данажан, бақалар амфибияларға жатады. Амфибия? Ол не? Амфибия деген қос мекенді, яғни суда да, құрлықта да өмір сүре алатын жануарлар. Сонда мен де амфибиямын ба? О не дегенің? Мен де сусыз, құрлықсыз өмір сүре алмаймын ғой. Негізі бәріміз де сусыз, жерсіз өмір сүре алмаймыз. Оның дұрыс. Бірақ сен мені түсінбедің. Бақалар сусыз қалай тіршілік ете алмаса, құрлықсыз да тап солай өмір сүре алмайды. Мысалы, бақа судың түбінде ұйықтайды. Балықтар сияқты ма? Дұрыс. Ал жаз мезгілінде күнге қыздырынады. Кесірткелер сияқты. Табиғатта қосмекенді жануарлардың түрлері көп емес. Оларға бақа, құрбақа, саламандра, тритон жатады. Демеңіз, ол сондай сүйкімсіз. Оны ұстаған соң қолға сүйел шығады. Жоқ, ол қате түсінік. Дегенмен, улы бақалар да болады. Солардың бірі жиіркенішті жапырақ бақа. Ол несімен жиіркенішті? Барлық қосмекенділердің терісі сілекейлі болып келеді. Сілекейлі терінің бактерияға қарсы қорғаныштық қасиеті бар екен. Мына бақаның да терісі сілекейлі. Сол арқылы денесінің улылығы айқындалып тұр. Ашық түсі де ескерту жасап тұрғандай. Жан түршігерліктей. Жиіркенішті деген атына сай екен. Қорықпа, Дана. Мұндай бақалар оңтүстік Американың ыстық елдерінде тіршілік етеді. Әлемдегі ең кішкентай бақаны Блелла Анд тауларында мекендейді. Оның ұзындығы бар жоғы 12 миллиметр. Қандай кішкентай? Демек, үлкендері де бар деген сөз ғой, иә? Иә. Мысалы, әлемдегі ең үлкен бақаны мифтік алып батырдың құрметіне Голиаф деп атаған. Оның салмағы 3-тен 6 килограммға дейін жетеді. Мәссаған, тұла бойы да ұзын шығар. 30 сантиметр шамасында. Голиафтар немен қоректенеді? Бақалардың барлығы жәндіктермен қоректенеді. Бірақ Голиаф кейде тағамын түрлендіріп, басқа бақаларды, шаяндарды жейтіні бар. Ол Камерунде тіршілік етеді. Қосмекенділер туралы тағы да не айтып бересіз? Мысалы, Франция, Қытай, Жапония елдерінде бақадан түрлі тағам әзірленеді. Масқара! Ал тритон сырттай кесірткеге ұқсайды. Денесінің ұзындығы 15-20 сантиметрге жетеді. Көктем мезгілінде аталығының жотасы үлкен болып өседі. Оның да бетінде сілекейлі қабаты болады. Барлық қосмекенділердің терісі сілекейлі бола ма? Иә, бірақ олар құрлықта жүргенде терілері қажалады. Сондықтан тритондар, саламандралар жылына 3-4 рет түлейді екен. Саламандраның көзі нашар көреді. Ол ең ірі қосмекенділер қатарына жатады. Денесінің ұзындығы 160 сантиметр, ал салмағы 180 килограммға дейін жетеді. Мына жерде де бақа құрылдап отыр. Бақа емес, бұл құрбақа. Құрбақаның бақадан не айырмашылығы бар? Бақаның терісі тегіс, ал құрбақаныкі бұжыр-бұжыр. Оның денесі көбінесе құрлықта жорғалап жүруге бейімделген. Күз түскенде бақа су астында жатып ұйқыға кетсе, құрбақа жер астына ін қазып, сонда жатып ұйықтайды. Олар бір жаз ғана өмір сүреді екен десем? Жоқ, олар 15-20 жылдай өмір сүреді. Африкаға, Анд тауларына, немесе оңтүстік Америкаға барып, сіз айтқан қосмекенділерді өз көзіммен көрсем ғой, шіркін. Алысқа барудың қажеті жоқ. Ертең-ақ хайуанаттар бағына апарып, саған бәрін көрсетем. Алақай, ой, қайтадан жаңбыр жауайын деген сияқты. Қайталайық. Қосмекенділер.
Амфибия деген қос мекенді, яғни құрлықта да өмір сүре алатын жануарлар. Табиғатта қос мекенді жануарлардың түрлері көп емес. Оларға бақа, құрбақа, саламандра, тритон жатады. Барлық қосмекенділердің терісі сілекейлі болып келеді. Сілекейлі терінің бактерияға қарсы қорғаныштық қасиеті бар. Әлемде улы бақалар да кездеседі. Солардың бірі жиіркенішті жапырақ бақа. Оның терісі сілекейлі. Сол арқылы денесінің улылығы айқындалып тұрады. Мұндай бақа оңтүстік Американың ыстық елдерінде тіршілік етеді. Әлемдегі ең кішкентай бақа Ноблелла Анд тауларын мекендейді. Оның ұзындығы бар жоғы 12 миллиметр. Ал әлемдегі ең үлкен бақаны мифтік алып батырдың құрметіне Голиаф деп атаған. Оның салмағы 3-тен 6 килограммға дейін жетеді. Денесінің ұзындығы 30 сантиметр шамасында. Голиаф барлық бақалар сияқты жәндіктермен қоректенеді. Бірақ кейде тағамын түрлендіріп, басқа бақаларды, шаяндарды жейтіні бар. Ол Камерунде тіршілік етеді. Тритон сырттай кесірткеге ұқсайтын қосмекенді жануар. Денесінің ұзындығы 15-20 сантиметрге жетеді. Көктем мезгілінде аталығының жотасы үлкен болып өседі. Жотасы да сілекейлі келеді. Ең ірі қосмекенділер қатарына саламандра жатады. Оның көзі нашар көреді. Денесінің ұзындығы 160 сантиметр, ал салмағы 180 килограммға дейін жетеді. Құрлықта жүргенде терлері қажалатындықтан тритондар, саламандралар жылына 3-4 рет түлейді. Құрбақаның бақадан айырмашылығы, бақаның терісі тегіс, ал құрбақаныкі бұжыр-бұжыр. Оның денесі көбінесе құрлықта жорғалап жүруге бейімделген. Күз түскенде бақа су астында жатып ұйқыға кетсе, құрбақа жер астына ін қазып, сонда жатып ұйықтайды. Екеуі де 15-20 жылдай өмір сүреді. Келесі суретке назар аударайық. Көрсетілген дене мүшелері қандай қызмет атқарады? Бұл суретте балық берілген. Көптеген балықтарды денесін қабыршақ жауып тұрады. Олардың жүзбе қанаттары мен құйрығы болады. Балықтардың 22 мыңнан астам түрлері бар. Бұл жерде ауызы, желбезек қақпағы арқылы олар тыныс алады. Арқа жүзбе қанаттар, әртүрлі жүзбе қанаттар арқылы олар суда жүзе алады. Балықтар туралы толық мәлімет алу үшін келесі бейнебаянға назар аударайық. Ғажап! Расында да балықтар әдемі екен. Мына балықтардың денелері жалпақ, бастары сүп-сүйір екен. Суда қозғалу оңай болу үшін көп балықтардың денесі ұзын, жалпақ, ал бастары сүйір келеді. Және денесінде сусымалы қабыршақтары болады. Қызық, тірейтін аяқтары да жоқ. Қалайша олар бір бүйіріне құлап қалмайды? Дана, сен оларға мұқият қарасаң, бүйірінде жүзбе қанаттары бар екенін көресің. Балықтар осы жүзбе қанаттары арқылы тепе-теңдік сақтап жүзе алады. Ал құйрық балықтардың негізгі қозғалу мүшесі болып табылады. Сонда балықтың құйрығын олардың аяғы десе де бола ма? Иә, солай деуге де болады. Балықтар судың астында қалай тыныс алады? Олар желбезектер арқылы суда еріген оттегімен тыныс алады. Аквариумда тұншығып қалмас үшін оларға түтікше арқылы оттегін жібереді. Ал өзендер мен көлдердегі балықтарға оттегін кім жібереді? Өзендер мен көлдердің беті ашық, әрі ауданы үлкен болады. Сондықтан оттегі молынан жетеді. Оның үстіне су астында да неше түрлі өсімдіктер өседі.
ал олардың оттегін бөліп шығаратынын білесің. Аквариумда өсімдіктер өсіріп қойғаны сол екен ғой. Иә, әрі әдемілік үшін де өсіреді. Қыста су бетін мұз басқанда балықтар қалай тыныс алады? Қыстыгүні адамдар мұзды әр жерінен ойып, үкі жасайды. Мен оны су алу, балық аулау үшін ояды екен десем, қызық. Балықтардың тыныс алуы үшін де жасалады екен ғой. Иә, ал сен балықтардың қалай көбейетінін білесің бе? Жоқ, білмеймін. Балықтар көктемде уылдырық шашу арқылы көбейеді. Уылдырық дегеніміз балықтардың жұмыртқасы. Балықтар ең аз дегенде 600-дей, ал кейбір түрлері миллиондаған уылдырық шашады. Бір балықтың өзі осыншама уылдырық шашатын болса, онда өзен-көлдерде балықтар көбейіп, сыймай кетпей ме? Жоқ, оның барлығы үлкен балық болып өсіп жетілем дегенше, өзен-көлдерді мекендейтін өзге ірі балықтардың жеміне айналады. Оған қоса, адамдар да, жан-жануарлар да балықты қорек етеді. Жылына миллиондаған тонна сауланады. Осының салдарынан олардың кейбір түрлері жойылып та бара жатыр. Онда оларды ауламау керек қой. Иә, сондықтан да кейбір су қоймаларында балықтарды аулауға мүлдем тыйым салынған. Кейбірінде белгілі бір мөлшерде ғана аулауға рұқсат етілген. Әсіресе балықты көктем кезінде аулауға болмайды. Кейбір балық түрлерін арнайы су қоймаларында көбейтіп, кейін теңізге жіберіп отырады. Әйтпесе мен бұдан былай балық жемей-ақ қояйын деп тұр едім. Қайталайық. Балықтар. Балықтар бүйіріндегі жүзбе қанаттары арқылы тепе-теңдікті сақтап жүзеді. Балықтың құйрығы оның негізгі қозғалу мүшесі болып табылады. Олар желбезектермен тыныс алады. Балықтар уылдырықтарын су өсімдіктерінің жапырақтарына, су қоймаларының түбіне шашады. Уылдырық балықтардың жұмыртқасы. Уылдырықтан пайда болған жас балықты шабақ деп атайды. Қыстыгүні өзен-көлдердің бетіне мұз қатқанда, балықтар тыныс алуы үшін жасалған ойық үкі деп аталады. Барлық мәліметтер тыңдап болғаннан кейін мынандай семантикалық картаны орындайық. Сіздердің алдарыңызда бағанда жануарлар, торғай, жылан, бақа, кесіртке, құмырсқа, тасбақа, сазан берілген. Олардың мекендеу жерлері берілген. Және суда, әуеде, құрлықта, суда, құрлықта, яғни қос мекенді бауырымен жорғалаушылар деп, мысалы торғай бұл қай жануар түріне жатады? Осыны мына жерге мысалы егер ол ұшса әуеде деп ол жерге қосу таңбасын қоясыздар. Осылай семантикалық картаны орындап шығасыздар. Семантикалық картаны орындап шықсақ, дұрыс жауабын тексеріңіздер. Дұрыс жауаптар осылай шықса, яғни тапсырманы дұрыс орындадыңыздар деген сөз. Бүгінгі сабақты қорытындылайық. Бунақ денелілер, балықтар, бауырымен жорғалаушылар, қосмекенділер, құстар және сүтқоректілер туралы ақпарат алдыңдар. Алуан түрлі жануарларды танытыңдар, ажыраттыңдар, зерттей алдыңдар. Барлық тапсырмаларды қорытындылау мақсатында бейне сабақтың астындағы сілтемеден өтіп тапсырманы орындайық. Сіздердің алдарыңызда мынандай сурет берілген. Бұл мысалы кесіртке. Кесіртке бауырымен жорғалаушы қосмекенді балықтарға жатамы? Осыны белгілейсіздер. Келесі осылай белгілеп шығасыздар. Белгілеген кезде жасыл түсті шықса, ол дұрыс жауап, қызыл түстің болып шықса, ол қате жауап дегенді білдіреді. Барлығын орындап болғаннан кейін мына нүктеге басып, дұрыс қате жауаптарыңызды тексереді. Барлық тапсырмаларды орындап шықсақ, онда өзіміздің бүгінгі сабаққа баға берейік. Егер
өте жақсы, барлығын түсінсеңіздер, қызыл түспен, сары түспен түсіндім, жасыл түспен түсінбедім деп өздеріңізге баға беріңіздер.